Соңғы 40-шы есеп. Центрі 10 нүктесі болатын шар қимасының ауданы 9π см квадрат дейді. Шар қимасының ауданы. Так, қима деген мынау. Соның ауданы 9π дейді. Сантиметр квадрат. Так, қимаға параллель болатын, шарға жанама жазықтықтар жүргізілген дейді. Шарға жанасатын жазықтықтар жүргізілген. Қимадан жанамаларға дейін қашықтық. Қимаға параллель жазықтықтар деген, еще шарға жанасатын деген мына жақтарына тиетін деген сөз ғой. Примерно бүйтіп алайық. Осындай бір жазықтық салынды деп ойлайық. Мына жақта да сондай бір жазықтық салынды. Осындай бір жазықтық бар, екі жағы жанасатын. Енді жанамаларға дейінгі қашықтықтарды табыңыз. Жанама деген мына жер ғой, мына. Осы жерге дейінгі қашықтықтарды табыңыз. Значит, ең бірінші біз қимадан жанамаға дейін, қимадан жанамаға дейін. Значит, біз қимадан мына жерге дейін қанша сантиметр, және ол қимадан мына жаққа дейін қанша екенін табуымыз керек қой. Так, бізде аудан берілген болса, бұл шеңбер тәріздес, демек біз бұны ауданды S тең 9π дегенде біз пи квадрат формуласымен теңестіреміз. Сол кезде пилер қысқарады, радиустың квадраты 9-ға тең болады. Радиус деген 3 деген сан демек. Онда мына жердегі мынадан бастап былай мына жаққа дейін радиус салайық. Осы 3 см болады. Астына да салып қойсақ болады былай. Мына жерге дейін. Енді бұл бізде қиманың радиусы. Енді шардың радиусын салу керек. Мына нүктеден бастап мына жаққа дейін ол шардың радиусы болады. Ол бізде 3, 4 болса, мынау автоматын 5 болады. Пифагорға 3 квадрат, 4 квадрат десек, L квадратқа тең деп пифагор шығаратын болсақ, бізде ол 5-ке тең. Бұлай қарай да ол 5. Және радиус болған үшін бұлай қарай да ол 5. Шардың кез келген точкасына дейін барса, шардың, онда ол 5-ке тең. Демек, мына жаққа дейін де тоже 5 қой. Сонда мына жердегі нүктеміз, мынау бізде 1-ге тең. 1 сантиметр. Бұлай салайын суретін. Ондай бір нүкте, мына жағы 5, мына жері 4, мына жағы 1. Бізде қимадан бастап бұлай қарай қанша деді ол 1, бұлай қарай қанша деді ол, бізде қанша ол 9 сантиметр. Значит, жауап 1 және 9 болу керек.